Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет дәмі тіл үйретін мясной пирог дайындаймыз. Яғни етті бәліш. Кеттік, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін қызып тұрған отқа 30 грамм майымызды құямыз. Майымызды қыздырып алғаннан кейін 150 грамм пиязымызды қосып қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып алғаннан кейін 300 грамм фаршымызды қосамыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Сосын капустамызды дайындаймыз. Капустамызды осылай ұсақтап турап, қуырылып жатқан фаршымызға қосамыз. Біраз қуырып алғаннан кейін соктары шыға бастайды. Әбден соктарының сулары таусылғанша араластырып қуырып аламыз. Осылай салмамыз құрғап дайын болғаннан кейін тұз, Қытайдың ақ кристалды тұзын және қара бұрышымызды салып араластырамыз. Дайын болған салмамызды жеке ыдысқа салып суытып аламыз. Салмамыз суығанша қамырымызды дайындаймыз. Қамырға кішкентай тұз, 5 грамм разрыхлитель, 80 немесе 100 грамм сары май керек. Осы үшеуін үгілмелі қамыр болғанша қолмен араластырып, сосын 150 грамм айран және бір жұмыртқаны қосып қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 5-10 минутқа демалдырамыз. Қамырымызды екіге бөліп, үлкен жағын астына, кішкентай жағын үстіне пайдаланамыз. Дайын болған жаймамызға противенді алып, пергамент төсеп, астына жаятын қамырымызды бірінші жайып аламыз. Суып тұрған салмамызды толықтай салып, қасықтың көмегімен жаймалап шығамыз. Осылай жаймалап алғаннан кейін екінші дайын болған кішкентай қамырымызды үстіне жаямыз да, екі қамырды жақсылап жапсырып шығамыз. Осылай шеттерінің барлығын жапсырып шыққаннан кейін осылай қылып әдемілеп түйеміз. Осылай түйсеңіздер қамырларыңыз ашылмайды. Дастарханға қойған кезде де әдемі көрінеді. Енді біз жұмыртқамызды екіге бөліп, сары уызын
аламыз. Сары уызына азғантай сүтті қосып араластырып алғаннан кейін бәлішіміздің үстіне жағамыз. Осылай толықтай жағып шыққаннан кейін күнжіт себеміз. Бәлішімізді қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Достар, осылай пышақпен тесуді ұмытпаңыздар. Пісіп болған бәлішіміз дайын. Дәмі өте керемет, дәмді. Жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.